Түркия Израильге қарсы Гаага сотына шағымданған 7-ші ел болды. Бұл елдер не айтқысы келді? Израиль жауабы қандай? Түсіндірейін. Түркияның билеуші партиясының ресми өкілі Өмер Челиктің айтуынша, бұл қатыгездікке қарсы адамзат атынан жасалған күшті қадам. Енді басынан бастайық. 2023 жылдың соңында Оңтүстік Африка Республикасы Газа секторында геноцид болды деген айыптаумен халықаралық сотқа жүгінген. Бұл Біріккен ұлттар ұйымының халықаралық соты. Айыптау былай аталады: геноцид қылмысы туралы ескерту конвенциясын бұзу. Құжатта Израиль Газада палестиналықтарды ұлттық, нәсілдік және этникалық топ ретінде жойып жіберуге ниетті делінеді. Осылайша арыз беруші африкалық ел Израиль өзінің халықаралық міндеттемелерін бұзды және Газа секторында әскери қимылдарды дереу тоқтату керек деп отыр. Бұған дейін талап арызға Никарагуа, Колумбия, Ливия, Мексика, Палестина және Испания қосылған. Айтпақшы, Испания арызға қосылған алғашқы еуропалық ел. Ал Израиль жыл басындағы отырыстарының бірінде бұл айыптаулардың құқықтық негізі жоқ деп мәлімдеген. Енді бұл іс бірнеше жылға созылуы мүмкін. Барлық ақпаратты әшкере Telegram арнасынан оқи аласыз, сілтеме профильде.